Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біз Ахмет Бірімжанов ондығы Алаш арнасы жайында сіздерге жақсы мәліметтермен бөлісіп жүріп бүгін ортаға шығып отырмыз. Бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің 29-ші ағымының шабандоздары барлықтарыңызға осы алған білімдеріңізді тек қана жақсылыққа қолданып, тек қана биік белестерден шыға беріңіз деген тілек айтқым келіп отыр. Бүгін біздің алаш ардақтымыз Ахмет осы алаш ардақтарының арасында екінші Ахмет деген атаққа ие болған Ахмет Бірімжанов туралы кішігірім өзіміздің жинаған дереккөздермен сіздермен бөлісуіміз келіп отыр. Ахмет Бірімжанов Ахмет Қорғанбекұлы 1871 жыл мен 1927 жылдар аралығында өмір сүрген Алашорда үкіметінің мүшесі. Шақшақ Жәнібектің ұрпағы. Алашорда қозғалысына белсене қатысқан екі Ахметтің болғаны тарихтан белгілі. Солардың біріншісі ағартушы Ахмет Байтұрсынов болса, екіншісі заңгер. Қазақтардың арасынан ең алғашқы жаңағы Дума депутаты болған Ахмет Бірімжанов болып табылады. Ахмет Бірімжанов 1891 жылы Орынбор ерлер гимназиясы қызметкерлерін бітіреді. 1899 жылы Қазан университетінің заң факультетін алтын медальмен бітіреді. Сол жылдан бастап Орынбор, Жанаттройск, округ, Ақтөбе, Торғай, Бозоқ институттарында заң қызметкері болып жұмыс істеген. 1906-1907 жылдары Ресейдің бірінші және екінші мемлекеттік думаларында Торғай облыстық қазақтардың атынан депутат болып сайланады. Думада ол мұсылман фракциясының белсенді мүшесі болады. Бірімжанов ұлт аймақтарының қазақ халқының аграрлық комиссияға енгізу туралы мәселе қозғаған. Патшалық Россия кезінде екінші патшалық Россияның екінші думасына қазақтың жеріне байланысты нақты мәселелер көтеріп, мұсылман фракциясының қатысуымен аграрлық заң жобасын даярлаған осы кісі екен. 1917 жылдың көктемінен уақытша үкіметтің Қостанай өздік комиссары болып, екінші жалпы қазақтың съезіне Алашорданың ұлт кеңесінің құрамына сайланып, сол жылы 1917 жылы яғни екінші 8 сәуірлерінде Орынборда өткен қазақтардың бірінші Торғай облыстық съезінің делегаты 20-25 маусымда сол 1917 жылдың ішінде Ақтөбеде өткен қазақтардың съезіне делегат болып сайланып, өзінің қызметтерін көрсеткен. 1917 жылы желтоқсанда Алаш партиясының Торғай облысы комитетінің 14 мүшесінің бірі болып, Алашорда үкімет мүшелерінің Уфада өткен кеңесіне қатысып, Алашорда әділет министрі болған екен. 1918 жылы, 1920 жылдары Семейде заң кеңесшісі, 1920-26 жылдары Орынбор мен Қызылордада Қазақ автономиялық республиканың істеріне қатысып, жоғарғы сот төралқасында кеңесші, алқа мүшесі, бөлім меңгерушісі болып қызметтерді атқарған. Бірімжановтың арғы-аталары Жәнібек Қошқарұлы және Шеген би. Өз әкесі Қорғанбек, шешесі Наурызбай бидің қызы Ханша, Ыбырай Алтынсариннің анасы, інісі Ғазымбек, қоғам қайраткері, алашшыл азамат. Әйелі Гүлжауһар, Әбілқайыр ханның шөбересі. Ұлы Батырбек, химик, аспирант, Қазақ ұлттық университетінің химия факультетінің деканы. Ал қызы Іңкәр болса, мұғалім және ғылым докторы болған. Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов 1927 жылы 5 қаңтарда Ленинград қаласында ауыр науқастан қайтыс болды. Сүйегін сондағы Бакалов қорымының мұсылман бөлігінде жерленді. Бірімжановты соңғы сапарға шығарып салуға Бөкейханов, Сейдалин бастаған алаш қайраткерлерімен бірге сол кезде Москва мен Ленинград қаласында оқып жатқан баласы Батырбек Ахметұлы Бірімжанов әуезов Мағлұм қатысты. Ахмет Қорғанбекұлы өмір дерегін ақын Мұсабаевты
журналисті Ахмет Бірімжановқа арнаған мына бір жыр жолдады. Азаттықтың жолына күйіп жанып, төтеп беріп тозақ Азаттықтың жолына күйіп жанып, отқа түсіп өртке күйіп сойып жанып, төтеп беріп тозаққа тірлік тегіп, өтті барлық баһадур бөлім жанып, болашаққа жетеді ақындады, ғасырларға кетеді ғылым қаты, қатарынан бір емес бірнеше рет болды Ахмет Тұманның депутаты, өз халқының аяулы ұлы болған, тұңғыш заңгер жоғары білім алған, екінші ақын атанып заманында, тарихында алаштың аты қалған, бақытты ғой ерекше тумағансың, даңқысы басына қонбағансың, амал қанша әулеті білім жанның, әр алған жоқ өзінің зор бағасын. Біз бүгінгі Ахмет Бірімжанов негізі тарихта заңгер кісі болған деген Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсыновтар сияқты артынан ешқандай өлең жолдары көп нәрсе қалмаған. Сол себептен біз өзімізге барлығымызға рух беретін Тұрсынай деген қызымыз бар ғой, сол қыздың өлеңін бір айтып өтсек деген едіңіз. Көрерге жарық көзім бар, көкейде өткір сөзім бар, тәңірден келген өлшеулі, темірдей мықты төзім бар. Біз бақытты екенбіз, жылытар жанды нұрлы күн, жан жарамды пайымдар, жол таппайтын түндерде жарық сәулелі айым бар. Біз бақытты екенбіз. Сыйлағанын тәңірдің не берсе де көтердім, таудай биік арманға еңбекте өрлеп жетермін. Біз бақытты екенбіз. Жаңбырға ұқсас мұңыма күлкімнен нұр себемін, 100 рет құлап, 100 рет тұрып келемін, білемін тағдыр екенін. Біз бақытты екенбіз. Үлкен рахмет, назарларыңызға біздің бүгінгі осыны аяқталды.